Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге сүзбелі, өте дәмді корзинкалар дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға еленген ұнды саламыз. Үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып, жақсылап крошка дайындайтын боламыз. Крошканы дайындап болдық, ал енді оның үстінен қамыр қопсытқыш, тұз, қант салып, тағы да бір рет араластырып жіберетін боламыз. Енді құрғақ массамыздың үстінен жұмыртқаның сарысын және қаймақты салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырдың 100 грамын алып мұздатқышқа салып қоямыз, ал қалғанын демалдыру үшін тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Сүзбемізге қант саламыз, крахмал саламыз, жұмыртқаларымызды салып, блендердің көмегімен біркелкі масса қылып езіп алатын боламыз. Мінекей сүзбелі салмамыз дайын болды. Тоңазытқыштағы үлкен қамырды алып, 4-5 см қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Одан кейін диаметрі 7-8 см болған осындай дөңгелекшеден пайдаланамыз. Бір келкі дөңгелекшелер, қамырлар яғни кесіп алатын боламыз. Оларды силиконды формаларымызға жайғастырып аламыз. Ал енді силиконды формочкаларға қамырларды жайғастырып алдық. Енді оның ішіне сүзбелі салмамызды салып шығатын боламыз. Әр қайсысына бір ас қасықтан салатын боламыз. Ең соңында мұздатқыштағы қамырды алып, сүзбенің үстінен теркадан шығарып салатын боламыз. Одан кейін 200 градуста қызып тұрған пешімізде 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің өте дәмді, нәзік, сүзбелі корзинкаларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Үйдегілеріңізге міндетті түрде дайындап беріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Егер де менің видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, өз пікіріңізді қалдырып кетуіңізді өтінемін.